Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 4 қыркүйек. Лексикалық тақырыбымыз ауаның ластануы, грамматикалық тақырыбымыз буын үндестігі. Балалар, Білімленд платформасында байқадыңдар ма? Тақырып біздің кітаптағы тақырыпқа сәйкес емес. Себебі ол жақта басқа оқулық бойынша дайындалған. Сондықтан да менің берген тапсырмамды орындауларын сұраймын. Қазір осы видеоны Білімлендке жүктеп көремін. Жүктелсе, сол жақтан орындайсыңдар. Ал жүктелмесе, WhatsApp арқылы жіберетін боламын. Оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Оқимыз мәтінді, мұқият түсініп оқып аламыз. Содан кейін бірінші тапсырмасын дәптерімізге орындаймыз. Әр азат жолға ат қоямыз. Жарай ма? Себебін түсіндіріңдер деп кітапта берілген, дегенмен сендер өздерің түсініп алсаңдар болды. Егер де мен бетпе-бет отырғанда сұрар едім. Ал қашықтан оқып тұрған себепті балалар оған мүмкіншілік жоқ. Дескрипторы мәтінді жүргізіп оқиды, әр азат жолға ат қояды, себебін түсіндіреді. Егер де сол уақытта барлығымыз кіретін болсақ, бір уақытта кіре алатын болсақ, ол кезде мен видеозвонок арқылы сендерден сұрауым мүмкін. Дайын боламыз. Енді грамматикалық тақырыбымызға келек балалар. Буын үндестігі терминдік ұғымда сингармонизм деп аталады. Екеуі де қате емес балалар. Біреуі қазақ тілінде айтылса, екіншісі термин түрінде сингармонизм деп айтылатындықтан екеуін бірдей білгеніміз дұрыс. Буын үндестігі дегеніміз не? Яғни сингармонизм дегеніміз не? Сөз ішіндегі дауыстылардың бірыңғай не жуан, не жіңішке, сондай-ақ бірыңғай еріндік, не езулік болып әуендесіп айтылуы буын үндестігі немесе сингармонизм деп аталады. Мысалға, өткен сабақта айтқанмын, парта, парталар бірыңғай жуан болуы. Ана, анаға бірыңғай жуан болып тұр. Әке, әкенің бірыңғай жіңішке болып тұр. Бөпе, бөпем, бөпелер, бөпелерге бұнда да бірыңғай жіңішке болып тұр. Соны айтып тұр екен. Сингармонизм заңдылықтары. Бірінші, сөздің алғашқы буыны жуан болса, келесі буындарда жуан, немесе соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Мысалы, балалар. Одан кейінгі оқушылар деген сөздің мән береміз. Оқушылар, қаладағылар, қаладағыларымыз бірыңғай не болып тұр? Барлығы да жуан болып тұр. Оқушылар деген сөзге мән бер деп тұрғаным балалар. У дыбысы бірде жуан, бірде жіңішке болады. Жуан буынды сөзде болатын болса, жуан болады. Жіңішке буынды сөзде тұрса, жіңішке болады. Бұл жерде ол жуан болып тұр. Әріп дыбыстардың жазудағы таңбасы. Ол көзге көрінеді, бірақ құлаққа естілмейді. Осындағы мысалдағы сөздерге мән беретін болсақ, оларды барлығы дерлік буын үндестігіне бағынып тұр. Тек бұл сөйлемдердің ішінде бірақ деген сөзге мән береміз. Онда бірінші буын жіңішке, екінші буын жуан. Яғни буын үндестігіне бағынбайтында сөздер болады. Өткен сабақта менің байқағаным балалар, бірыңғай жуан дауысты дыбысы бар сөздерді, зат есімдерді жазыңдар дегенде, көпшілігің табиғат деген сөзді жазып бергенсіңдер. Ол сөзге мән беріп қараймыз. Табиғат, табиғат. Бірінші буын та жуан, би жіңішке, ғат жуан. Бұнда аралас буынды болып тұр. Яғни бұл буын үндестігі заңдылығына бағынбай тұр. Сонда балалар,
қазақ тілінде буын үндестігі заңына бағынбайтында сөздер бар екендігін айтқым келіп отыр. Сингармонизмнің екінші заңдылығы қандай екен? Сөздің алғашқы буыны жіңішке болса, келесі буында жіңішке, немесе сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшада жіңішке болады. Мысалы, өнершілерге, әншілерге, үйдегілер емес. Бұнда барлығы бірдей жіңішке болып тұр. Және балалар, қосымша айта кететін нәрсе, біз өткенде айтқанбыз, үндестік заңы. Ол сөздердің бірыңғай бір-бірімен үйлесіп келуі, сөздердің, сөз ішіндегі дыбыстардың, сөз арасындағы дыбыстардың бір-бірімен сәйкес келуі, үндесуі, үйлесуі үндестік заңы дегенбіз. Оның екі түрі бар дедік: буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Біз бүгін соның ішінде буын үндестігін өтіп жатырмыз. Және айта кететін менің қосымша мәселем, буын үндестігі дауысты дыбыстарға байланысты болып келеді. Мына екі заңдылықта да соны айтып тұр. Біріншісінде сөздер бірыңғай жуан болып келеді, екінші заңдылығында сөздер бірыңғай жіңішке болып келеді. Сөздің алғашқы буыны қандай болса, соңғы оған жалғанатын қосымшалардың барлығы да сондай бірыңғай болып келеді екен. Сол туралы айтқым келіп тұр. Яғни буын үндестігі дауысты дыбысқа байланысты. Осыған орай жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма: түбір сөздер мен қосымшаларды үндестік заңына сай жалғаңдар. Ғасыр, бейім, біркелкі, әшкере, болым, еліктеу деген сөздер беріпті, түбір сөздер. Соларға ділік, сыздық, лену, шілік, лі деген қосымшалар беріліп тұр. Соны буын үндестігіне байланысты жалғаймыз. Ғасыр деген сөзге қай қосымша ыңғайлы? Бейім деген сөзге қай қосымша ыңғайлы? Соларды өз орындарына қоясыңдар. Бұл тапсырма оқулықтарында бар. Тапсырманың дескрипторы: сөздер мен қосымшаларды үндестік заңына сай жалғайды. Қатесіз жазады, көркем жазады. Бүгінгі сабақ балалар түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Қазір білім-лентке егер жүктелсе, жүктеймін. Жүктелінбей тұрса, WhatsApp чатқа жіберетін боламын. Сау саламат болыңдар балалар.